Аким, чтобы это сидел, смотрел здесь, они вот это вот люди виноваты. Сколько раз мы ругаемся? Ну мы сколько раз ругаемся? Да, это вот именно они дискредитируют власть вот такими своими бездействиями, не действиями, бездействиями. Я скажу, вот, это Дедковский, блядь, Даниленко, там еще фамилии, там эти, которые с Монголии приехали, не знаю фамилии. Там человек 10. Насчет скорой не говорите. В Акуле есть скорая, в Акуле больница нормальная. У нас здесь ни скорой нету, ничего. Люди болеют, у нас и родители, и отцы есть, все есть. И бабушки, и дедушки есть. Ең маңызды екі мәселеміз қазіргі жағдайда суымыз, еліміздің суымыз. Содан кейін жолымыз. Одан кейін тағы бір мәселелеріміз осының мал айтамыз ғой, пастбищный угодье, сенокосный угодье деп. Жайылым жағы. Сосын елдің енді түнде келсеңіздер қап-қараңғы ан жерде бір лампышке, мына жерде бір лампышке, қораға ілетін лампышкелер іліп қойғанда, бірақ та қай себеппен жарқырауы да шамалы сондай мәселелеріміз. Енді бірақ та ең үлкен мәселеміз біздің су. Су дегеніміз мынау осы елдің мынау бөлігі қыстың жарты, енді 6 ай қыстың 3 айы, 3-4 айы бұл жақта су болмады. Сондықтан бір алаңдайтын жағдай, үлкен адамдар қолдарында көліктермен, қолдарында фляг, сана сүйреп жүреді. Балалар да сол қиын жағдай сол ғой, су мәселесі. Енді қазіргі жағдайда тағы да 2 аптадан бері су жоқ, осы ауылдың бір бөлігінде. Енді осы жолмен қарап көріңіздер, қалай бала-шағамен су таситын жағдай. Вы просто поймите, если начинать, что воды нету, давайте сделаю я вам, воды нету. Отключу полностью. Берите котловане туда, раз такое, или с города возите. Вы в любую деревню, когда заезжаете, вы обращаете внимание, как люди живут, какие дома, в каком состоянии. А вы сюда заехали, посмотрите, у нас что, думаете, люди ленивые, не хотят работать? Это не так, потому что нам не дают здесь зарабатывать. Мы рядом с областным центром. У нас это большую ошибку сделали, то, что акимат забрали. Вот вы скажите, вот в Акуле, вот сейчас акимат находится, туда ходит городской автобус, маршрут. 3 раза в день. Там 80, наверное, или 90% работает в Кокчетаве. Зачем там сельский акимат? Акимат здесь должен быть. И я ничего плохого не имею против этого человека. Извините, я даже не знаю, как зовут. Вы понимаете? Но дело в том, что аким сельский должен быть местный. Потому что этот человек должен знать каждого, кто как дышит, чем живет, кому какая помощь нужна. А вот такие вот люди со стороны, когда приходят, это, я не хочу обидеть, это неплохое слово, это гастарбайтеры, самые настоящие. Бауыржан қайса 2 рет болды, бірақ та 2 рет келіп нақты халықпен шет жағасында кездесті де, сонымен жоқ. Фирмаға келіпті, оны халықты білмей қалды, қашан келген. Қазір Асен Булатұлы екенін білесіздер. Иә. Ол кісі енді менің өзі пікірім ғой, Ақкөл, Ивановка, Қазақстанда болды. Қай ауылдарда болды? Ол кісі жол жақсы, суы бар ауылдарда болды. Өткір сұрақ қоймайтын жерлер. Иә, өткір сұрақ қоймайтын жерге барды, асфальтпен жүретін ғана жермен келіп жүр екен. Ал неге біздің ауылдан неге бастамас деген сондай бір өтініш қой. Біздің ауылдан бастаса, иншалла, мұнан өзі жолмен жүріп, суын барын жаңағындай сіздер сияқты көріп кетсе, бір шешім шығарып еді. И надо заниматься селом. Обидно за село, вы понимаете? Я здесь родился, вырос. Во что превратили деревню? Раньше было около 3000 населения, сейчас 600 человек. Это что такое? Столько программ государственных по поддержке села. Где они? И то есть уже, которые хотят уехать уже с села. Это что такое? У нас люди разъезжаются рядом с городом. Надо село поднимать, а мы наоборот давим. Это что такое? Надо меры принимать. Я же говорю, надо и акимат надо вот сюда переносить, молодежный. Чтобы занимались здесь, а не где-то на стороне. Ни дорог, ни воды, ну это так нельзя жить. Вы понимаете? Нельзя так жить. Надо меры принимать, я не знаю, надо решать кардинально. Надо вот, у нас такие меняются, вот, ну, я не знаю, там каждые 2-3 года или каждый год меняется. И каждый аким нам обещает.
Я вот уже еще раз повторюсь, ну, если Аким обещает, это представитель власти. Это нам власть обещает. Правильно? Значит, они дискредитируют власть. Зачем нам такие Акимы вообще? И потом мы начинаем спрашивать снова Акима. Он говорит, вы извините, я не в курсе. Это те обещали. Но это те обещали, это те, значит, были они тоже представители же. Да. Зачем нам вот это вот нужно? И в конце концов президент виноват сеньор. Бізде опорный населенный пункт дейді, мына Ақкөлский сельский округ. Біз екі смета істедік, ол Ақкөлге и молодежныйға. Ақкөлге 369 миллион, ол средний ремонт методом лексиалдирования. И мына молодежныйға 169 миллион, 5-5 шақырым. Акиматтарымыздың аудан болсын, ауыл акиматы болсын, не болмаса облыс акиматы жырып бітпейді, ештеңе істелініп жатқан жоқ. Тек қана естиміз, бөлінейін деп жатыр, бөлініп жатыр, бірақ та қай жерге кетіп жатыр, оны білмеймін. Біздің анау судың прорывы сияқты жерге сіңіп жатыр ма, сіңбей жатыр ма деген, кімнің қалтасына сіңіп жатыр, ол дағы бір мәлім. 70 миллионов на водопровод. Это капля в море. Нам, чтобы если делать водопровод, надо все новое. Полностью. Миллионов 300 надо, чтобы полностью сделать. Колонковый разбор, службу, очистительные сооружения. Как положено, понимаете? А мы по старинке живем. Водопровод у нас 64-го года. Я здесь родился, вырос, работал мастером, прорабом. Все у меня на глазах это было. 6 ай қыс болса, 4-5 айы. Ол нақты сол ғой, дәлелмен. Мені халық өтірік айтпайды. Сондықтан бір ауыздай айтып отыр ғой, су мәселесі сондай міне. Енді қазір ақырғы кезде міне 2 апта болды. 2 аптадан міне асып барайтыр. Шыны керек. Енді алдығынан бастап бір экскаватор келді, ана жер бір қазып тастады, бірақ та оны қайтадан жауып тастаған жоқ. Істелінді ме, істелінбеді ме, тағы да білмейміз әлі. Бейхабарсыз отырмыз. Енді ауылдың ар жақ шетінде тағы да прорыв болып отыр. Сондықтан қараңыздар. Бір тесікті жамап жатса, екінші жыртылып жатыр. Біреуін жамап жатса, тағы да шығып жатыр. Сондықтан акима дейінше труба кеп берсін осы жерге, анау экскаваторын бізге сый ретінде бере салсын осы жерге. Енді одан амал жоқ, одан басқа. Бұл екі мәселе, ол жол мен су. Негізгі бұның болғаны, қосылғанына бұл 1964 жылғы ұзындығы 8-3, оның ішіндегі 2-3 шаруашылықты, тауы қылшықты деген. Қалғанына біз биыл құжаттарын дайындап жатырмыз. Сот шешімінен кейін, сол деген бұл құжатты дайындап болғаннан кейін біз өзімізге балансқа аламыз. Биыл негізгі аудан есебінде болғанда, ауылдың әкім есебінде болғанда бұл мәселені көтергенде. Сондықтан облыстан біз құжаттар бәрін дайындадық, тех обследованиен бәрін істедік. Су мәселесіне биыл бізге 3 ауылға бұл Қазақстан, Ақкөл, молодежныйға ақша бөлінді. Егерде жалпы неге тоқтасақ, молодежныйға бізге капитальный ремонт именно после тех обследований істегеннен кейін бізге 76 миллион берді. Енді қазір негізі конкурсный процедура өтіп жатыр. Сол негізі, егерде жолға келсек, мынау ауданның жолына, ауылдың ішкі жолдарына қарасақ, ауданның жолына 12 шақырым, мұның жалпысы жартысы асфальт, жалпысы грунтовый дороги. Биыл текущий ремонт істегенмен, оның бәрі сапасы дұрыс болмағандықтан жылда істей береміз, оның бәрі сапасы болмағаннан кейін биыл проектно-изыскательная работа істеп жатырмыз. После проектно-изыскательной істегеннен кейін, экспертиза өткеннен кейін, оның суммасы қашаны білет, бюджетный заявканы облысқа береміз. Негізі өзі білесіз, әрін өзінің бір ақшалары бар, орындары бар. Оны ақша бөлінгеннен кейін, конкурсный процедура өткеннен кейін, оны конкурсный разыграть ету. Егер ішкі жолына келсек, ішкі жолға біз сметаны істедік, средний ремонт жалпысы 5-5 километр, общая суммасы оның 169 миллион. Заявкаға ауыл ел бесігіне бердік біз оны. Егерде бізді ауыл ел бесігі программа бағдарламаны сондай бар. Егерде сол бағдарламаға бізге молодежный мен Ақкөлге бір, олар бұл опорный населенный пункттар. Егерде берсе, біз онда биыл ремонттаймыз.